21 ғасыр ғылым мен зияткерлік бәсекелестіктің ғасыры болады. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Қазіргі таңда әлем келбеті күн санап емес, сағат сайын тіпті минут сайын өзгеруде. Кез келген ақпарат, ғылыми жаңалық немесе елеулі оқиға жер шарына санаулы секундтар ішінде таралатын болды. Бұл бүгінгі ахуал. Болашақта бүгінгі жағдай тіпті күрделене түспек. Сол уақытта ел тізгінін қолға алатын қазіргі ұрпақ алдағы құбылмалы өзгерістерге дайын ба? Бүгінгі білім беру жүйесінің басты мәселесі осы мақсаттың үдесінен шығу. Яғни заман талабына бейім болып, көштен қалмай, алда жүру, жас ұрпақты жан-жақты тәрбиелеп, жарқын болашағымызды қалыптастыру. Біздің мемлекетімізде болашақта өте зерек, талапты да талантты жастарды іріктеп алып, әдейлеп оқыту үшін тұңғыш президенттің 20 интеллектуалды мектебі ашылу керек. Елбасы аталған мектептерге өз есімін беруге сенім білдірді. Конкурентность заключается в знаниях. 21 век – век знаний, век науки. Для этого мы должны готовить детей уже сейчас. Назарбаев зияткерлік мектептерінде білім алып жатқан мына балғындарға қарап, алға қойылған мақсаттың орындалып келе жатқанын аңғаруға болады. Мен өзіміз жасаған Glove Speaker проекті бойынша Якутияда өткен Якутия International Science Games'ın ең басты жүлдесі $5000 ұтып алдым. Мы получили грант при Technovation 2017 года. Конкурс сам приходил в Америке, в Google офисе, и это было что-то невероятное для нас всех, незабываемый опыт. Робот-трубочист – это автоматизированная система трубоочищения. В 2017 году мы решили участвовать в данном проекте на республиканском конкурсе 3-2-1 старт. Мы там заняли первое место из 8000 проектов. Самая моя первая победа была это кубок от Силиконовой долины. Далее я выиграл финансирование в размере 500 000 тенге, то есть это грант. Я создал мобильное приложение GRS. Далее я привлек инвестиции в размере $20 000 на проект «Умный замок Белок». Это должно быть полезно для меня, для моей школы, для общества и для страны. Хош, тарихқа тереңірек үңіліп, бәрін басынан баяндайық. 2008 жылы ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев болашақта білім саласына үлкен өзгеріс алып келетін тың бастама көтерді. Ол дарынды балаларға арналған жаратылыстану математика бағытындағы зияткерлік мектептер желісін құру идеясы болатын. Жаңа жобаның алдында баста 2 миссия тұрды. Бірінші, білім берудегі жаһандық және отандық озық үлгілерді ұштастыра отырып, жаңаша қазақстандық оқыту жүйесін әзірлеу. Екінші, сол жаңа оқыту жүйесін Қазақстандағы жалпы білім беру мекемелеріне енгізу. Елбасы елімізге жаңа мектеп, болашаққа жұмыс істейтін мектеп қажет деп бізге тапсырма берді. Бұл тыңнан жол салған сияқты еді. Екінші жағынан біз отандық білім саласында өзінің орнын тапқан озық, жақсы тәжірибемізді сақтай отырып, жаңа заманға сай дүниелерді осы мектепке алып келуіміз керек болды. Ол кезде Қазақстандағы барлық білім ұйымдары, білім және ғылым министрлігі бекіткен орта білім беру стандартына бағынатын. Жаңа формадағы білім беру бағдарламасын әзірлеу үшін зияткерлік мектептерге автономды басқару жүйесі мен академиялық еркіндік қажет болды. Осылайша 2011 жылы Назарбаев зияткерлік мектептерінің статусы туралы заң қабылданды. Біздің алдымызда ел элитасын, нақтырақ айтқанда зияткерлік ұрпақты даярлау міндеті тұрғандықтан, жаңа білім жүйесін қалыптастыру үшін жаңа мүмкіндік қажет болды. Біз әлемдік тәжірибені зерттеп, академиялық еркіндікті қалыптастыру үшін құқықтық негіз болу керек екенін түсіндік. Это было очень непростое время, когда мы искали себя, когда мы думали, какой будет стратегия, как будем писать программу, как будем делать оценивание. Это вот было время вопросов.
Алғашқы 3 жылды зияткерлік мектептің өзіндік бағдарлама жетілдірудегі ізденіс жылдары деп атауға болады. Сол кезеңде Шығыс Азияның, Европа мен Американың озық тәжірибелері мұқият зерттелді. И руководством принимается решение, что в данном вопросе необходимы стратегические партнеры. Параллельно идет большая работа по изучению трудов казахских ученых. Ибрай Алтынсарин, Аймаутова, Шаккарыма, Абая. Стратегиялық серіктес ретінде әлемдік білім беру жүйесіндегі үздіктердің бірі Кембридж университеті таңдалып алынды. Мен алғаш рет Күрәш пен оның зияткерлік мектептердегі әріптестерін осыдан 7 жыл бұрын кездестірдім. Оларда таудай талап пен мол мұраттың бар екенін ұқтым. Олар мыңжылдықтың басында жаңа дәуір мектебін құру туралы айрықша жобаны талқылауға келген екен. Осы кезеңде еліміздің барлық өңірлерінде зияткерлік мектептердің құрылысы жүріп жатты. Трудность была в первую очередь то, что набрать коллектив. Когда общее объявление дали, желающих было 1700 с чем-то человек. И вот за все лето мы от 47 человек всего отобрали. Еліміздің түкпір-түкпіріндегі дарынды балаларға теңдей мүмкіндік беру үшін 2009-2015 жылдар аралығында еліміздің барлық аймағында мектептер салынып, республика бойынша 20 мектеп бой көтерді. Жоғарыда айтқан отандық педагог ғалымдар мен ұстаздардың 3 жылдық тынымсыз еңбегі 2012 жылы жемісін берді. Назарбаев зияткерлік мектебі әйгілі Кембридж университетінің халықаралық емтихан кеңесінің ғалымдарымен бірлесе отырып, өзіндік оқу бағдарламасын төл туындысын әзірлеп шықты. Бағдарламаға NIS программ деген халықаралық атау берілді. Біз жобаны алғаш бастаған уақытымызда Қазақстан біз үшін кең танылмаған ел болатын. Назарбаев зияткерлік мектептері Кембридждегі және Біріккен Корольдіктегі білім саласындағы Қазақстанның өкілетті елшісі қызметін атқарды. NIS программ әлемдік дәрежеде мойындалған A-Level, IB, Singapore Higher, AP, SAT секілді жүйелермен қатар тұрады. Ұлыбританияның білім куәлігін тану жөніндегі ұлттық ақпарат орталығы UK нарик NIS программ бағдарламасын GCE A-Level деңгейіне сай деп тапса. Германияның білім және мәдениет министрлігі жанындағы тұрақты кеңесі зияткерлік мектептердің түлектері Германияның университеттерде тікелей қабылданатын ресми түрде растады. Кейіннен мұндай шешім Кембридж университеті тарапынан да қабылданды. NIS программның аталған әлемдік білім беру бағдарламаларынан ерекшеліктері мол. Соның бірі мұнда сабақты 3 тілде оқыту қарастырылған. Қазіргі таңда мен 3 тілде сөйлей аламын, және де ол менің болашағым үшін өте маңызды. Я начала более углубленно изучать английский язык примерно в 7 классе. И также недавно я сдала международный экзамен IELTS и набрала балл 9.0. 3 тілдік өте маңызды, себебі қазақ. Біздің мемлекеттік тіл қолданып жатыр. Елбасымыз айтқандай, біздің болашағымыз қазақ тілінде. 30 жылдық тәжірибесі бар кәсіби ұстаз Гүлнар Әпеева ағылшын тілін Назарбаев зияткерлік мектебіне келген соң ғана үйрене бастаған. 2 жыл ішінде жоғары сыныптарға математиканы ағылшын тілінде өтетіндей деңгейге жеткен. Негізгі жаратылыстану пәндерін әрі ағылшын тілінде, әрі тереңдей оқыту үшін мұнда жұппен оқыту жүйесі қарастырылған. Яғни, жаратылыстану математика бағытындағы пәндерді 2 оқытушы, бірі жергілікті ұстаз, екіншісі халықаралық тәжірибесі бар ағылшын тілін жетік білетін шетелдік мұғалім бірігіп өткізеді. Зияткерлік мектеп бағдарламасының тағы бір негізгі ерекшелігі жаттанды. Ақпараттық сипаттағы білімнен бас тарту. Өйткені технологиялар мен интернеттің дамыған ғасырында ақпаратты алу емес, телегей теңіз ақпарат көздерін сұрыптап, материалдарды сараптап, қажеттілерін ғана қолдана білу айрықша қабілетті талап етеді. Басты кейіпкер 45 минутта бұл оқушы болады. Мұғалім екінші планға өткенмен ол оның жұмысы немесе оның жауапкершілігі азайған жоқ. Біз жаһандық перспективалар және проекттік жобалар деген пәнді үйреніп жатырмыз. Осы пәннің сабақтарында біз барлық дерлік ақпарат көздерінен ең жақсысын, ең сенімдісін таңдап алуға үйреніп жатырмыз.
Білім берудегі мұндай ірі қадамда оңтайлы жүзеге асыру үшін бағалау жүйесінде өзгерту қажет болды. Оған 1944 жылдан бері қолданыста жүрген дәстүрлі екіліктер мен бестіктердің әлеуеті жетпейтін еді. Өйткені дәстүрлі бағалау жүйесінде әр бағаның нақты өлшемі болмайды. Ол тек мұғалімнің субъективті пікірі бойынша және оқушыларды өзара салыстыру арқылы ғана қойылады. Вот особенностью критериальной системы оценивания является то, что ребенок сопоставляет уровень своих достижений с конкретными критериями, а не с теми оценками, которые он хочет получать. У меня был синдром отличницы, наверное, до 7 класса. Для меня 4, она меня просто убивала. И я чувствовала себя так, будто я не могу, у меня уже не получится. А здесь, когда ты сталкиваешься с тем, что у тебя есть стремиться, ты всегда можешь эту цель достичь. То есть ты можешь дорабатывать. Да, я избавилась от синдрома отличницы, потому что здесь мы стремимся к тому, чтобы получить знания, а не хорошую оценку. Бекжан Көпбосынов қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі. Көп жылда қара жемісті еңбегінің арқасында республикалық жыл мұғалімі төс белгісіне ие болған. Бекжанға осы конкурсқа қатысып бағын сынауды өзінің әріптесі, Қызылордадағы зияткерлік мектебінің мұғалімі, еңбегінің арқасында бұған дейін жыл мұғалімі атағына ие болып үлгерген Жадыра Әжібаева сұнған. Бұл жетістік тек жекелеген мұғалімдердің жетістігін көрсетіп қана қоймай, сонымен бірге жалпы зияткерлік мектептер ұжымының бауырмалдылығын көрсетеді. Арқалы ақын педагог Мағжан Жұмабаевтың 20 ғасырдың басында айтып кеткені бар. Тәрбиеден мақсұт тәрбиешінің баланы өзінде қылып шығару емес, келешек заманына лайық қылып шығару дейді. Зияткерлік мектептердің авторлық бағдарламасы нағыз қазақстандық білім беру моделі ретінде жүзеге асып, өз жемісін бере бастады. Дегенмен, алда бағдарламаны халықаралық аккредитациядан өткізу межесі тұрды. Назарбаев зияткерлік мектептердің халықаралық аккредитация алудағы стратегиялық серіктестігі штаб-пәтері Нидерландыда орналасқан халықаралық мектептер кеңесі қауымдастығы CIS болды. Өткен жылдар арасында біз мектептердің білім саласында айтарлықтай асуларды бағындырып жатқанын байқап келеміз. Мен баламды осы мектепке оқуға берер едім. Назарбаев зияткерлік мектептері әлемнің 30-дан астам жетекші оқу орындарымен және білім беру ұйымдарымен стратегиялық әріптестік қарым-қатынас орнатты. Мектептер өз серіктестерімен бірлесе отырып, жаңа сынақ тапсырмаларын, оқу материалдары мен бағдарламаларын әзірлейді. Оқытушыларды қайта даярлықтан өткізіп, түрлі мониторингтер мен зерттеулер жүргізеді. Халықаралық аккредитациядан өтіп, шетелдерде жазғы білім беру лагерлері мен студенттік тәжірибе алмасу жобаларын ұйымдастырады. Менің ойымша, сіздер педагогика саласында, оның ішінде көшбасшылықты оқыту мен үйренуді дамыту жолында жақсы жұмыс жүргізіп келе жатырсыздар. Сіздер мектептердің құрылымын жақсы білесіздер. Зияткерлік мектептер Қазақстанның білім жүйесінің халық үшін әділ, ашық әрі қолжетімді болу жолында маңызды рөл атқарып отыр. Сіздер идеяның дәнін егуден бастадыңыздар. Мектептің логотипіне қарап, бір жапырақ жасыл өскіннің қалың орман арасындағы берік бәйтерекке айналғанын байқауға болады. Зияткерлік мектептердің ендігі миссиясы елдің білім саласында атқарып жатқан реформасын сәтті аяқтау. Зияткерлік мектептер тың идеялар, ғылыми жобалар мен өнер табыстардың көзіне айналып, халықаралық олимпиадалардың басынан табылды. Мұндағы әрбір оқушы тұнған талант иесі, бірнеше жобалар мен жетістіктері бар. Ақназар Қажымұрат әлемге танымал таланттардың бірі. Ақназар халықаралық және республикалық олимпиадалардың дипломдары мен медальдарының иегері. Робототехника зияткерлік мектептердің негізгі бағыттарының бірі. Өздерінің роботтарын құрастыру барысында оқушылар инженерлік ой қиялдарын дамытуға, күрделі практикалық есептерді шешуге мүмкіндік алады. Назарбаев зияткерлік мектептері дүниежүзілік робототехника олимпиадасының Қазақстандағы ұлттық үйлестірушісі болып ресми түрде танылған. В первую очередь, это поддержка нашего главы государства. Это очень важный момент. Если рассматривать все в целостности, то это будет очень хорошее подспорье для дальнейшего экономического развития Казахстана. Бүгінгі дейін зияткерлік мектептерден республикалық деңгейдегі білім сайыстарынан 6000-ға жуық халықаралық олимпиадалар мен жоба жарыстарынан 3000-нан астам жеңімпаз шыққан. Сонымен қатар, оқушылар математика, информатика және бағдарламалау салалары бойынша бірнеше жаңалықтардың авторлық құқына, сондай-ақ химия, биология және нанотехнология бойынша өнер табыс патенттеріне қол жеткізді.
Білім мен тәрбие егіз ұғым. Тәрбиенің бір көзі ұлттың рухани құндылықтары болса, екінші көзі шығармашылық. Тәрбие жұмыстары елбасының рухани жаңғыру бағдарламасында көрсетілген құндылықтар мен ұстанымдарға негізделген. Басты мақсат оқушылар бойында отансүйгіштік сезімін дамыту, алған білімді шығармашылық арқылы өмірде пайдалана білуге үйрету және еліміздің ертең үшін жауапкершілік сезімін қалыптастыру. Мектептерде туған елге тағзым, 2 апта ауылда, 100 күйдің тарихы, 100 кітап секілді ауқымды жобалар жұмыс істейді. Назарбаев зияткерлік мектептерінің құрылуы жалпы қазақ мектептерін жаңа белеске көтерген бір үлкен инновация болды. Өйткені бұл жоба арқылы біз Қазақстандағы орта білім саласындағы методиканы, менеджментті, технологияны, сосын бұдан бөлек жалпы оқушылардың бойындағы патриоттықты дамытуды, олардың бойындағы шығармашылықты қалыптастыруға қатысты үлкен жұмыс атқардық. Ұлттық өнер мен қол өнерді дамыту жолға қойылған. Кілем тоқу, кесте тігу, қыш бұйымдарын жасау үйірмелерде әрдайым сұранысқа ие. Бұлардан басқа вокал, би, фортепиано, жүзу, тауға өрмелеу, фехтование, драма, шешендік өнер секілді 50-ге тарта қосымша элективті курстар тұлғаның жан-жақты қалыптасуына зор үлес қосары сөзсіз. Мектеп қабырғасындағы қазақша Википедияны дамыту әлеуметтік жобасы аясында балалар сайтқа қазақ тілінде 26 000 мақала жариялаған. Ғаламдық ашық Википедияны қазақ тілінде сөйлеткен ең жас администратор Ғабдулғани Әудеков Лондонда өткен Викимания конференциясына қатысып, Википедияның негізін қалаушы Джимми Уэльспен кездесті. жылдан кейін көлеңке театрын аштық. Сол кезде екінші жүйелік арт фестиваль болды. Сонда біздің балаларымыз барып, Мәңгілік ел атты көлеңкелі театрын қойды. Атана, бала, мұғалім, атана. Зияткерлік мектептер осы тізбектің берік болуына барынша күш салады. Мектептегі білім үйде қолдау көрмесе, үйдегі тәрбие мектепте жалғасын таппаса, еткен еңбек, төккен тердің талаға кеткені. Мектеп пен отбасының байланысын арттыру үшін атана жұмысындағы 10 күн секілді жобалар сәтті іске асып келеді. Дарья Степанова Талдықорғандағы Айналайын балалар үйінің тәрбиеленушісі. Назарбаев зияткерлік мектебінің қамқор әлеуметтік жобасының арқасында Дарьяның өмірі өзгерді. Қамқор деген жоба болған. Олар Айналайынға келіп бізге үй тапсырма орындауға көмектесті. Және мен түсуге армандадым осы жерге. Дарья арманына жетті. Қазір ол зияткерлік мектептің 10-шы сыныбында оқиды. Дарья қазір келесі арманына жету жолында еңбек етіп жүр. Жалпы өмірде болашақта мен 20-ға толғанда өз сіңілісімді балалар үйінен алып кетуге арманым бар. Зияткерлік мектептердің мұғалімдеріне қойылатын талаптар да жоғары. Олар Жапонияның Lesson Study жүйесі бойынша қайта даярлаудан өтеді. Бұл жүйенің негізгі мәні ұстаздың сабақты қалай өткізіп жатқаны емес, баланың қалай қабылдап отырғанына басымдық беру. Когда мы много говорим сейчас о том, что воспитывать навыки широкого профиля, то одним из ключевых моментов является формирование умения работать в команде. А я считаю, что мы все-таки создали такую команду, и мы говорим: одна миссия, одна команда. 2,5 мыңнан астам мұғалімнің оқушылары мен өзара қарым-қатынасы білім мен тәрбие сапасына әсер етуші басты факторлардың бірі. Сондықтан мұғалімдер мен оқушылардың теңдік пен құрметке негізделген қарым-қатынасы, авторитарлық сабақ өткізу тәсілінен алыстау, оқушының қателесуіне мүмкіндік беріп, барлық кемшілікке түсіністікпен қарау басты назарда. Мне нравится атмосфера нашей школы, где все такие добрые, улыбчивые и могут помочь тебе в любой момент. Қазіргі таңда білім ұйымында болашақ бағдарламасының 100-ден астам және зияткерлік мектептердің 21 түлегі мұғалімдік қызмет атқаруда. Университет бітірген соң өзім оқыған Назарбаев зияткерлік мектебіне мұғалім болып жұмысқа тұруға шешім қабылдадым. Бұл ортада, бұл мектепте мен өзімді жетілдіруге, өзім дамуға үлкен мүмкіндіктер бар.
Жоғарыда айтылған жетістіктердің бәрі зияткерлік мектептердің қалыптасуы барысында қойған негізгі екі миссияның біріншісіне тиесілі, яғни мектептің өзіне ғана тән жаңа оқу бағдарламасын төл туындысын әзірлеп шығу. Алда келесі миссия әзірленген бағдарлама мен жинақталған теңдессіз тәжірибені Қазақстанның жалпы білім беретін мектептеріне тарату міндеті тұрды. 2011 жылдан бастап зияткерлік мектептерінің тәжірибесін тарату жұмыстары жүргізілуде. Осы жылдар бойы Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымының түрлі біліктілікті арттыру бағдарламаларын 320 мың адам оқыған. Сонымен қатар 60 мыңнан астам материалды қамтитын жүйелік әдістемелік кешен құрылды. Оның ішінде бағалау және мазмұндау оқу құралдары, оқу бағдарламалары және басқа да материалдар бар. Аталған бағдарламаларда 200 мыңға жуық пайдаланушы 20 миллион рет жүктеген. 2015 жылдан бастап білім берудің жаңартылған мазмұнын тестленіп, 2016 жылдан бастап енгізілді. 2018 жылдың 1 қыркүйегінен бастап 1 және 8 сынып оқушылары жаңартылған мазмұнды меңгере бастады. Было трудно, очень было трудно. А кому легко, когда идет исторический переход на обновление содержания образовательного процесса? Были проблемы с учебниками, с типовым учебным планом, были проблемы по критериальному оцениванию, были проблемы с родителями. Но в течение этих 3 лет мы вместе все эти проблемы решили. Бұл мен айтар едім, жібек жолы сияқты үлкен мегажол. Барлық облыстағы зияткерлік мектептерінің мақсаты өзі жеткен жетістігін трансформациялау. Не болмаса, олар тәжірибесімен бөлісу. Көпшілік осындай озық үлгідегі мектепке кімдер және қалай түсетінін біле бермейді. Тиісінше озық мектепке қалай түссек болады деген сұрақ әрдайым маза бермейді. Әрине, бұл күмәннің астарында қабылдау қаншалықты әділ өтеді деген сауалдың тұратынында заңдылық. Назарбаев мектебіне түскім келеді деген алдыма мақсат қойдым. Өзім документтерді жинап, осы мектепке алып келдім. Я долго готовился, около 5 месяцев. Мои родители были против этой идеи, так как они считали, что у меня был английский чуть ниже того, что они требовали. Я и пряталась, готовилась. Мектепке қабылдау имтихандары 2 сатыдан тұрады. Біріншісі, талапкердің 3 тілде оқу деңгейі мен есеп қабілетін тексеретін тапсырмалары. Екіншісі, баланың логикасы мен кеңістікті сезіну қабілетін анықтайтын сұрақтары. Олардың сұрақтарын құрастыру және жауап парақтарын тексеруді Нидерландының Сито институты жүзеге асырады. 2 турдың да жауап парақтары арнайы почтамен Нидерландыға жеткізіліп, компьютердің көмегімен тексеріледі. Бүгінде бір орынға орта есеппен 9-10 талапкер таласуда. Кей мектептерде бұл көрсеткіш 20 балаға дейін жетеді. 10 жыл бұрын теледидардан елбасымыздың зияткерлік мектеп құрылады деген идеясын естіген кезде осындай мектеп салынады деп, осы мектепте балам оқиды деп, осы оқыған балалар шетелге оқуға барады деп мысалы мен ойлаған жоқпын. Мысалы мен өз қарапайым отбасынан көп балалы ата-анам, зияткерлік мектебіне түссе ол әділ түрде өтеді. Сол мен үлкен қызым 12-ші сыныпта оқиды осында, екінші қызым 8-ші сыныпта оқиды. Ата-ана ретінде мен көзім жетті, бір емес 2 рет. Енді өзім ауылдан шыққан кісімін. Енді осында балам түскенде мен шынымды айтсам қуанышымда шек болған жоқ. Мінекей 3-ші жыл оқып жатырмыз осында. Өте ризамын. Кеше ғана мектеп табалдырығын аттаған бозбалалар бүгін міне үлкен өмірге қадам басып жатыр. Солардың бірі Ағары Сегізбай. Осыдан 5 жыл бұрын ғана Түркістан облысының сонау Төле би ауданындағы Қаратөбе ауылынан келген қарабала үлкен өмірге қадам басты. 2017 жылдың қысында көптеген әлемнің университеттеріне құжат тапсырдым. Оның ішінде ең көбін Америка құрама штаттарына тапсырдым. Соның ішінде 12 университеттен шақыртып алдым. Я получил приглашение от 5 вузов США на обучение. Это Гарвард, Калтех, Стэнфорд, MIT и Колумбия. Я в итоге выбрал MIT. Назарбаев зияткерлік мектептерін бітірген түлектердің жоғары оқу орындарға түсу көрсеткіші 100%. Еліміздің ең үздік 10 университеті бұл мектептің түлектерін 2-ші курстан қабылдайды. Бұл балаға 3 жыл ішінде бакалавриат дипломын алып шығуға мүмкіндік береді. 10 жылдық аясында Назарбаев зияткерлік мектептері түлектерінің қауымдастығы құрылды.
Бекет Төлегенов Назарбаев зияткерлік мектебінің алғашқы 2010 жылғы түлегі. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қабылдауында сөз сөйлеп, ақ батасын алған үздік оқушылардың бірі. Бекет әйгілі НАСА Америка Құрама Штаттарының әскери әуе күштері құрылымдарына маман даярлайтын Эмбри Ридл Аэрокосмос университетіне оқуға түскен тұңғыш қазақ баласы. Мне особенно запомнились слова лидера нации о том, что мы, молодежь, лучше всего чувствуем пульс времени и являемся генераторами идей и прогресса во всех отраслях. Абылай Сатылхан өзінің өмірге алғашқы қадамын республика президентінің қолдауымен басқанын мақтан тұтады. Елбасы тәуелсіз Қазақстанның жас астанасының алаңында Наурыз мерекесін тойлау кезінде Абылайдың тұсауын кесіп батасын берген болатын. Абылай Алматы қаласындағы зияткерлік мектепті бітірді. Ол бүгінде Назарбаев университетінде халықаралық қатынастар факультетінің студенті. 10 жылдың ішінде 20 мектеп салынды. 5 негізгі орталық құрылды. Олар педагогикалық шеберлік орталығы, педагогикалық өлшеулер орталығы, білім беру бағдарламалары орталығы, НС ақпараттық технологиялар орталығы және НС сервис орталығы. Кембридж университетімен бірлесе отырып, өзіндік төл туында жаңа оқу бағдарлама қалыптасты. 15 зияткерлік мектеп CIS халықаралық аккредитациядан өтті. 30 халықаралық стратегиялық әріптеспен ынтымақтастық қарым-қатынас орнатылды. 8.000-ға жуық түлек ұшты. 14.000-дан астам оқушыға білім берілуде. Зияткерлік мектептерде 2500-ден астам ұстаз қызмет етуде. Еліміздің әрбір өңірінде қызмет атқарып жүрген 320.000-нан аса оқытушы педагогикалық шеберлік орталықтарында біліктіліктерін шыңдауда. Қазақстанның жаңартылған білім беру жүйесіне арналған 136 оқу бағдарламасы әзірленді. 60.000-нан астам материалдарды қамтитын жүйелік әдістемелік кешен құрылды. 200.000-ға жуық пайдаланушы мен жалпы саны 20 миллионнан астам жүктеп алғандығы тіркелген. Түлектердің 100% жоғарғы оқу орындарына түсуде. Биылғы жылы әрбір 5-ші түлек Назарбаев университетінің білім беру грантына ие болды. Назарбаев университетінің барлық бірінші курсына тікелей түскендердің 80% зияткерлік мектептердің түлектері. Ұлтымыздың ұлтжанды, саналыда сауатты ұрпағын тәрбиелеуде өзгелерге үлгі бола отырып, өзі көш басында тұрған зияткерлік мектептердің іргесін қалауда атқарылған жұмыстар орасан зор. Мыңжылдықтың басында пайда болған зияткерлік мектептерді құру идеясы білім саласындағы қайталанбас құбылыс барша қазақстандықтардың бағы болды деп білем. Президент Назарбаевтың көреген саясаты мен идеясын іске асыру мақсатында 2008 жылы зияткерлік мектептер ашыла бастады. Жобаға инвестиция қойылып, идея іске аса бастады. Нәтижесінде НС қалыптасып, ол ел мен әлемге тең танылды. Осы 10 жылдың ішінде Назарбаев зияткерлік мектептері бірталай табыстарға жетті. Бұл табыстарға біз ең бірінші елбасының қолдауының арқасында, үкіметіміз бен парламенттің қолдауының арқасында, еліміздің, ата-аналарымыздың, оқушыларымыздың қолдауының арқасында жеттік. Назарбаев зияткерлік мектептері бұл Қазақстанда жүзеге асырылған қазақстандық дүние. Ол біздің отандық дүние. Мемлекет басшысының жеке бастамасымен құрылып және оның тікелей қолдауымен жүзеге асып жатқан 3 жоба Назарбаев зияткерлік мектептері, Назарбаев университеті және болашақ президенттік бағдарламасы Қазақстанды ғаламдық білім кеңістігімен еркін ұштастырды. Зияткерлік мектептері жас тәуелсіз еліміздің интеллектуалдық әлеуетін көрсете алатын ұлттық брендке айналды. Назарбаев зияткерлік мектептерінің символы, жасыл өскін ұлы даланың ертеңгі бәйтерегі.